Абсолют серпімді соқтығысуға бір мысал. М1 денесі массасы 4 кг, жылдамдығы 6 метр секундпен, оған қарама-қарсы М2 денесі қозғалып келе жатыр. Массасы 8 кг, жылдамдығы 2 метр секунд. Сұрақ: соққыдан кейін бірінші және екінші дененің жылдамдығын табу керек. Енді осы есеп шығару үшін біз дедік бірінші және үшінші теңдеуді қолдануымыз керек. Бірінші теңдеуді жазайық. Бұл импульстың сақталу заңы. Оны векторлық түрде жазайық. М1 В1 қосылған М2 В2 вектор тең болады М1 В1 штрих вектор қосылған М2 В2 штрих вектор. Енді наны скаляр түріне жазайық. М1 бізде қанша? 4, В1 6. В1 10 бағытта болған плюс деп боламыз. 4 көбейтілген 6. Енді М2 В2 кері бағытта, сондықтан минус деп боламыз. М2-міз қанша? 8, В2 2 болады. Тең дейміз. М1 бізде қанша? 4, В1 штрихті біз білмейміз. Енді жалпы қағида бар физикада, білмейтін шамаларды 10 тамамен ала береміз. Сондықтан не болады? 4 В1 штрих болады. Енді В2 штрихті білмейміз, сонда 10 тамамен ала береміз де. Массасы 8, М2 В2 штрихті болады. Енді наны ықшамдайық. 4 көбейтілген 6 24, 8 көбейтілген 2 16, 24 минус 16 қанша болады? 8 болады. Тең 4 В1 штрих қосылған 8 В2 штрих. Мынаны екі жағын екіге ықшамдайық. Онда не болады бізде? Мынаны ықшамдасақ, мынада 2 болады, мына жерде 2 болады. Оны жазайық мына жерге. 2 тең В1 штрих қосылған 2 В2 штрих. Но бізде бірінші теңдеу болсын. Енді байқаңыздар, бізде 2 белгісіз болғаннан кейін математиканың ережесі бойынша 2 белгісіз болса 2 теңдеу болу керек. Сондықтан біз енді үшінші теңдеуді жазайық, және алдында жазған теңдеулерімізден. Үшінші теңдеуді еске түсірейік. Ол қандай еді бізде? В1 вектор қосылған В1 штрих вектор тең болады В2 вектор қосылған В2 штрих вектор. Енді сандарды орнына қояйық. В1 бізде қай бағытта? 10 бағытта болғаннан кейін 6 болады. 6. В1 штрихті біз білмейміз. Білмеген үшін оны 10 плюс деп ала береміз. В1 штрих тең В2 бізде қай бағытта? Минус бағытта, сонда минус деп аламыз оны. Минус 2. В2 штрих білмейміз, сондықтан плюс деп ала береміз оны. Енді сандарды бір жаққа жинайық. Жылдамдықты басқа жаққа жинайық. 2 мына жаққа лақтыратын болсақ, 6 қосылу 2 8 болады. Тең В2 штрих, В1 мына жаққа минус болып келеді. Мынау бізде екінші теңдеу. Міне қараңыздар. Бірінші теңдеу, екінші теңдеу. 2 белгісіз, 2 теңдеу. Енді осыларды теңдіктер жүйесіне жасайық. Бұл не болады? 2 тең В1 штрих қосылған 2 В2 штрих. Мына жерде 8 тең болады В2 штрих минус В1 штрих. Мынандай бізде жүйе. Енді мына не себебі болады? Енді қараңыз, мына жерде В1 штрих, мына жерде минус В1 штрих. Мына теңдеудің екі жағын ретімен қосайық. 2 қосу 8 қанша? 10. Мына жерден қараңыздар. Мынаумен В1-лер қысқарады. 2 В2 штрих қосылған В2 штрих не болады? 3 В2 штрих. Осы жерден біз басылсызайық. В2 штрих тең болады 10 бөлінген 3, шамамен 3,3 метр секунд плюс тамбамен. Бұл дегеніміз екінші дене соққыдан кейін 10 бағытта 3,3 метр секундпен қозғалады. Енді В1 штрих табайық. В1 штрих табу үшін қай теңдікті қолданған дұрыс? Бәрібір қайсысы қолданған? Мысалы, мынаны қолданайық. 8 тең
v2 штрих минус v1 штрих. Бізде v2 штрих белі, v1 штрих табайық. v1 штрих неге тен бізде? Теңдікті мына жағына лақтырсақ, v1 штрих тен болады v2 штрих минус 8. v2 штрих бізге белгілі ғой? 3,3 минус 8 тен болады минус 4,7 метр секунд. Онда қараңыздар, бірінші дененің жылдамдығы соққыдан кейін 4,7 минус оның қозғалыс бағытын көрсетеді. Бұл дегеніміз, бірінші дене соққыдан кейін кері бағытта 4,7 метр секундпен қозғалады.